Ассалаумағалейкум, ой түрткінің көрермендері, армысыздар. Бүгін 9 наурыз сенбі, тақырып тағы да Украина соғысы жайында. Ресей қарулы күштері 7 және 8 наурызға қараған түндері Украина даласына үлкен соққылар жасады. Атап айтқанда, алыс аралыққа ұшатын зымырандармен, ұшқышсыз ұшақтармен Украинаның ірі қалаларын толассыз атқылап жатыр. 8 наурызға қараған түні Ресейдің атқан зымырандарынан Украинада 5 адам қаза тауып, 20 шақты адам жарақат алды. Әрине, Украина қарулы күштері оның көбін аспанда қағып түсіруге тырысқанымен, бұл жолы ақш-тың Ресей тарапымен қатысты ақпараттарды Украинаға беруден бас тартуы себепті Украина қарулы күштері Ресей атқан зымырандарды тоса алмай қалды. Яғни бұрын ақш Украинаны ақпараттармен қамтамасыз етіп жатқан кезде Ресей даласынан ұшып шыққан әрқандай зымыранның хабарын Украинаға алдын ала беретін көрінеді. Сосын Украина қарулы күштері соған сай қорғаныс жасап, оларды көздеген санасына жеткізбей атып түсіріп отырған. Бірақ Ақ үйдегі дау-дамайдан кейін Трамп Украинаға берілетін көмекпен қатар беріліп жатқан ақпараттарды тоқтату туралы бұйрық берген. Сосында қазір Ресей даласына қатысты ақпараттар Украинаға берілмеген. Міне, соның салдарынан Ресей даласынан атылған зымырандар Украинаға үлкен ойран әкеліп жатыр. Кейбір деректерге қарағанда, ақш Ресейдің Украина басып алған аумақтағы жағдайына қатысты ақпараттарды әлі де Украинамен бөлісіп отыр деген ақпарат айтылып жатыр. Бірақ Ресей жеріндегі ақпараттардың берілмеуі Украинаның Ресейден келетін қауіп-қатерден сақтануына үлкен қолайсыздық тудырып қана қалмай, Украина күштерінің Ресей жеріндегі нысандарға соққы жасауына үлкен кедергі болды. Әсіресе Ресей жеріндегі ақпараттардың шорт үзілуі күрескідегі Украинаның 10-15 мың күштерінің күрескідегі өзі басып алған аумақтарды ұстап тұруына үлкен қиындық тудырды. ақш тарапы Украинаны ақпаратпен қамтамасыз етуді тоқтатқаннан кейін, Ресей қарулы күштері Курск облысында қарымта шабуылға шықты. Олар қазір барған сайын алға ілгерілеп, Украина қарулы күштерін тықсырып барады. Сарапшылардың кейбірі, егер жағдай осы беті жалғаса беретін болса, яғни ақш Украинаны қатысты ақпараттармен қамтамасыз етпесе, онда көп ұзамай Украина қарулы күштерінің қолындағы Курскінің кейбір аймақтары жаппай қолдан кетуі мүмкін. Украина қарулы күштері кері шегінуі ықтимал деген болжамды да жасап отыр. Әрине, Курск өңірін Украина қарулы күштері ертеңгі келіссөзде позициясын бекем ұстау үшін ұстап отырғаны белгілі. Осыдан бұрын Украина президенті Зеленский, біз Ресейдің жерін жаулап алу мақсатымыз жоқ, Курск жеріне әскер кіргізуіміз бұл бір жағынан Украинаның қорғанысының қажеті болды. Оның үстіне алдағы келіссөздерде бұл біздің позициямызды нығайта түседі деп мәлімдеген болатын. Әрине, Украина алда-жалда келіссөз бола қалса, Курскідегі өз бақылауында ұстап тұрған аумақтарды Ресейдің бақылауындағы аумақтармен ауыстыруды да көздеп отыр. Алайда Ресей одан үзілді-кесілді бас тартатынын осыдан бұрын да айтқан болатын. Яғни, Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров, біз келісімге келген күннің өзінде, яғни келіссөз үстеліне отырған күннің өзінде Курскідегі аумақтарды ауыстыру мәселесін сөз етпейміз. Бәрібір Ресей күштері Украина қарулы күштерін Курскіден ертеме кешпе қуып шығады деп мәлімдеме жасаған болатын. Енді міне, ақш-тың ақпараттарды, әсіресе әскери құпиялыққа қатысты ақпарларды бөлісуін тоқтатуы Украина үшін үлкен соққы болды. Жақында Соғыс зерттеу институты бір статистикалық мәліметті жариялап, Трамп сайлауда жеңіске жеткеннен кейін Ресейдің Украина аумағына алыс аралықтан жасаған шабуылы үдей түскен. Мұны
әртүрлі сандық деректерде айғақтап отыр. Енді Ресейге қатысты ақпараттардың берілмеуі бұл шабуылдарды тіпті де үдете түсуі ықтимал деп болжады аталған басылым. Дегенмен алдыңғы күні ақш президенті Дональд Трамп мәлімдеме жасап, соңғы кездері Ресей Украинаға болған шабуылды үдете түскеніне мен де назар аударып отырмын. Сондықтан банктерге қатысты санкциялар күшейтіп, тәріптерді арттыру жағын қарастырамыз. Ең абзалы, кеш болмай тұрғанда Ресейде, Украинада келісімге келу жағын қарастырғаны абзал. Бұл екі ел ішінде ең жақсы талғам деп мәлімдеді. Бұл Трамптың билік басына келгеннен бері алғаш рет Ресейге ескерту жасай сөйлеуі болып тұр. Украина мен ақш арасындағы кезекті келіссөз 11-ші наурыз күні Сауди Арабиясында өтеді деген хабар бар. Осы кездесуде екі ел арасындағы келіспестіктер толықтай талқыланып, қазба байлықтар жөніндегі келісімге қол қоюға алғашқы шарттар толық әзірленеді деген дерек бар. Онан соң Зеленский мен Трамп қайта кездесуі мүмкін. Әрине, қазір ақш тарапынан Украинаға беріліп жатқан әскери көмектің үзілуі және ақпараттардың тоқтауы уақытша шешім деген ақпаратта еміс-еміс айтылып жатыр. Бірақ ақштан келетін көмектің уақытша болса да доғарылуы Украина үшін алғанда үлкен қатер. Әрине, қазір Украинаның қолында Атакамс, Хаймарс сияқты қарулар болғанымен, егер Ресей жеріндегі ақпараттар толықтай берілмесе, олардың да шабуылдан қорғану және шабуылдау қуаты тосқындыққа ұшырайтын көрінеді. Яғни радарлық немесе жасанды жерсеріктік мәліметтердің берілмеуі олардың көзін соқыр етіп отыр. Өйткені осы техникалардан пайдалана отырып жаудың тұрған жерін, жүрген жерін, нақты нысандарын анықтап алып соққы жасап келген Украина қарулы күштері ақш тарапынан берілетін ақпараттар үзілгелі өте қиындыққа ұшырап отыр. Әрине, қазір Еуропа одағындағы ішінара елдер Украинаға бұл жағындағы көмектерді керісінше көрсетіп жатыр. Бірақ Еуропа елдерінің бұл жағындағы берген көмегі ақштың орнын толық баса алмайды. Яғни Украинаға жартылай көмек болуы ықтимал. Қанша айтқанмен ақштың аты ақш, өйткені ақш берген ақпараттарда зымырандардың ұшатын уақыты, ұшатын жеріне дейін толық айтылатын көрінеді. Енді міне Украина тарапы осы ақпараттардан мүлде махрұм қалып отыр. Жалпы Ресей-Украина соғысы ең бір күрделі кезеңде тұр. Егер жеделдетіп мәселе мейлі қайсы жолмен болса да шешілмесе де, бұл Украинаға үлкен тиімсіздік әкелетін түрі бар. Сосында өткен аптада Украина президенті Зеленский біз келісімге келу үшін жаппай ауқымды соғыстарды қысқартуды алғашқы адымда бастайық деп мәлімдеді. Атап айтқанда теңізде және әуеден жасалатын соққыларды азайтып, келісімге тиісті шарт жағдайды әзірлейік деп мәлімдеген болатын. Бірақ Ресей тарапынан қазірге ондай қадам байқалмайды. Алдыңғы күні түрік президенті Режеп Тайып Ердоған мәлімдеме жасап, біз қажет болса бейбітшілік келісімнен кейін Украинаға әскер жіберуге дайынбыз деп мәлімдеді. Ой-түрткінің өткен кезегінде айтып өткеніміздей, Түркияның бұл қадамы Еуроодақпен үлкен сауданың бір саласы болуы мүмкін. Сонымен қатар Режеп Тайып Ердоғанда Украинаны қостай сөйлеп, біз Украина елінің тұтастығына қайғашанда құрмет етеміз, оған барынша көмек беруге тырысамыз деп мәлімдеді. Сонымен қатар екі ел өзара бейбіт келісімге келу үшін алыс аралықты соққыларды жасауды қазірден бастап тоқтата бастауы керек деп мәлімдеді. Әрине, түрік президентінің бұл үндеуі де Украина президентінің үндеуімен сәйкесіп тұр. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.